Қыздар, жасөспірім кездеріңізде ересек ер адаммен кездесіп, кейін олардың извращенец болғанын білген оқиғаларыңызды айтып беріңіздер. 15-16 жасында анам мені өзімнен үлкен жігіттермен таныстыратын. Мені кафелерге немесе барларға ертіп барып, 20 жастағы жігіттермен әдейі менімен танысуға қызықтыратын. Мен олармен кездесіп жүрдім, ал олар анамның сұраған үй шаруаларын жасап беретін. Ас үйді бояу, шкаф жинау, шатырды жұмыс істеу және тағы басқа. Ең жақын құрбымның анасы мені анамның неге 15 жастағы қызға 25 жастағы жігіттермен кездесуге рұқсат беріп жүргенін сақтандыруға тырысқаны есімде. Ал мен болсам өзімді өте керемет қызбын деп ойлайтынмын. Бірнеше жыл бұрын сол жігіттердің бірі мені интернеттен тауып, бәрін айтып бергенде ғана анамның осы уақыт бойы шын мәнінде немен айналысқанын түсіндім. Әрине, ол жігіттердің ешқайсысы үй жөндеу жұмыстарын дұрыс білмейтін. Сондықтан үйдің жағдайы бәрібір нашар болып қала беретін. Сонда анаң сені арзан жұмыс күші ретінде пайдаланып, жігіттерге ұсынған ба? Құдай-ай, қазір анаңмен қарым-қатынасың қандай? Ол әлі де болған жағдайды дәл осылай болғанын мойындамайды. Ал мен оған үнемі ренжулі боламын. Ол менің психолог кеңесшім болатын. Оның ұсыныс жасағанына дейін жағдайдың қаншалықты сұмдық екенін түсінбеппін. Мен 13 жасымда 28 жастағы жігітпен кездесіп, жыныстық қатынаста болдым. Ол кезде мен мұны қалыпты нәрсе деп ойлайтынмын. Ол маған үнемі комплимент айтып, әртүрлі заттар алып беретін. Және бір жерге бару керек болса, көлігімен апарып тастайтын. Қазір өткенге қарап, мұны қаншалықты дұрыс емес болғанын сол кезде түсінбегеніме таң қаламын. Естуімше, ол әлі күнге дейін өзіне құрдас қыз таба алмай жүр. Ал мен қазір 24-темін. Сен оның қаншалықты дұрыс емес екенін түсінбедің, өйткені ол кезде бала болдың. Миың әлі толық қалыптаспаған еді. Сондықтан балалар жыныстық қатынастың мәнін толық түсініп, оған саналы түрде келісім бере алмайды. Маған 11 жас, ал оған 23 жас еді. Біз кездескен жоқпыз. Оның қызы бар болатын. Бірақ ол маған жиіркенішті хабарламалар жазып, голый суреттерін жіберетін. Біраз уақыттан кейін мұны дұрыс емес екенін түсініп, оны блоктап тастадым. Бұл туралы ешкімге айтпадым. Кейде сол жағдайдың маған өзім мойындағаным келгеннен де қатты әсер еткенін ойлаймын. 11 жаста ма? 11 жасымда емшектерім болды. Содан маған еркектер жабысатын. Маған 15, ал оған 21 жас еді. Ол менен кіші қыздармен араласатын және өзіне көрсеткен назарымен бәрімізді, жас қыздарды ерекше сезіндіретін. Мен ұялшақ әрі тыныш едім, көп көзге түсе бермейтін. Бірақ басқа қыздарға көрсетілген ерекше қарым-қатынасты мен де қаладым. Ол менің анамның түнгі ауысымда жұмыс істейтінін, ал менің үйде жалғыз қалатынымды білгеннен кейін ғана маған қызығушылық таныта бастады. Ақыры ұрысып айырылысып кеттік. Бұған мен оның 2 апта бойы үйімізге келуіне рұқсат бермегенім себеп болды. Анам оны менімен бірге болғанын үйде жоқ кезінде біліп қоя ма деп қорқатынмын. Ол өзінің назары арқылы жас қыздардың бәріне өздерін ерекше сезіндіретін. Мұндай жаста қыздарға жігіттердің назары өте қатты әсер етеді. Қорқынышты екен. Бұл менің алғашқы жігітім еді. Ол кезде мен 15-ке енді толғанмын. Ал ол 21 жаста болатын. Ол жергілікті дүкенде жұмыс істейтін және мектебіміздегі қыздардың бәріне ұнайтын. Оның сондай көзге түспейтін қызбен, яғни менімен кездескені таңғаларлық еді. Біз шамамен 4 ай кездесіп жүрдік. Кейін оның менімен жасты тағы 3 қызбен ұйықтағанын білдім. Ал мен болсам ақымақ, менің пәктігімді алуымды одан өтіндім. Ақыры бұл қалауым болмады. Айтпақшы, біз енді ғана кездесе бастағанда, анам оның жұмыс орнына барып, қызым пәктігін алатын болсаң, осы қолыммен өлдірем деген. Құдай-ау, менің анамды сақташы. Әке ретінде айтайын, осы треттегі барлық комменттерімді оқығанда, шынымды айтсам, қатты қорқамын. Маған 13 жас еді. Мен 22 жастағы жігітпен кездесіп жүрдім. Ол маған өзімді ерекше әрі ересек сезінуге мүмкіндік беретін. Барлық құрбыларым маған қызыға қарайтын. Ол өте сымбатты еді. Извращенец, бірақ оннан он еді. Біз Xbox Live желісінде танысып, кездесе бастадық. Мен университетте елеусіз тартымсыз қыз едім. Сондықтан оның маған көңіл бөлгені ұнайтын. Менімен қатарлас бірде-бір жігіт маған қызығушылық танытпайтын сияқты еді. Мен үнемі шеттетіп мазақтайтын. Сондықтан ересек әрі сымбатты жігіттің мен сүйкімді деп санағаны жағымды тиді.
Ол мені жыныстық қатынасқа біртіндеп көндірді. Алдымен веб-камера арқылы интимдік әрекеттер жасауға итермеледі, кейін оральды секске, ал содан соң толыққанды жыныстық қатынасқа көштік. Ол әрқашан бәрін видеоға түсіруді талап ететін, өйткені мені қатты жақсы көргендіктен басқалардың порносын көргісі келмейтінін айтатын. Кейін белгілі болғандай, ол біздің видеоларды барлық достарына көрсетіп жүрген екен. Ал олар оның мені тағы бірдеңе жасауға қаншалықты жылдам көндіре алатынына бәс тіккен. Мен оның айтқанымен келіспеген сайын ол маған, егер еркекпен кездескің келсе, өзіңді қыз сияқты ұстау керек. Әйтпесе сапалы қарым-қатынас орнатқысы келетін басқа қызды тауып аламын дейтін. Кейін ол мені достарымен төсек қатынасына түсуге итермелей бастады. Алдымен үштік секске өзімен және досымен бірге көндіруге тырысты. Ал кейін бірде түнде маған жай ғана оның досымен жатып шығуды өтінді. Сол кезде оның досы оған ақша беріп жатқанын көріп қалдым. Содан кейін бұның бәрі өтірік екенін түсініп, одан кетіп қалдым. Тамашалағаныңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпа, ұнаса лайк бас, комментке бұндай жағдай Қазақстанда бар ма, сол туралы жазып кетіңіздер.